Қалай оқушы балаңызды дұрыс тамақтандыруды білесіз бе? Сәлем достар. Бүгін тауықтың төс етінен котлет жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар ол 1 килограмм тауықтың төс еті, 300 грамм көкөніс, мен түрлі түсті орам жапырақ пен картоп алдым, сарымсақ, пияз 100 грамм, тұз және дәмдеуіштер керек болады. Етімізді, көкөністерді турап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Видеода менің етім сәл қатыңқырап тұр. Ол кезде ет жақсы тартылатын болады. Негізі кез келген етті қатты жұмсартпай, қатыңқырап тұрған күйінде тартсаңыз жақсы тартылады. Соны есіңізде сақтаңыз. Достар, ал сіздердің балаларыңыз қандай тағамды ұнатады? Сол жайында комментарий қалдырсаңыздар. Менің видеом ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кезекте бізге сүтке баққаннан қажет болады. Ол котлетімізге жұмсақтық береді. Жалпы тартылған етімізге аз мөлшерде су не болмаса сүт қосып, жұмыртқаның сарысын қоссаңыз болады. Ол тартылған етке нәр шырынды болуына себепші болады. Солай да жасап көріңіз. Дайын болған фаршымызды тұздап, дәмдеуіштер қосып, жақсылап отырып араластырамыз да, қолымызды сулап, етімізді бірдей мөлшерде домалақтап бөліп аламыз. Содан соң котлет формасына келтіреміз. Бізге тағы да бір қажетті зат, ол кепкен нан ұнтағы не болмаса панировка қажет болады. Барлық котлетімізді кепкен нан ұнтағына аунатып алатын боламыз. Достар, менің каналымда көп пайдалы рецепттер бар. Кіріп көрулеріңізді шақырамын. Келесі кезекте табаға аздап май құйып, котлетімізді екі жағынан қуыратын боламыз. 5 минут, 7 минутқа дейін. Қуырылған котлетке 2 ас қасық кетчуп салып, су құйып, 10 минуттай бұқтырамыз. Болмаса, жай су құйып бұқтырса да болады. Мінекей достар, котлетіміз дайын. Баршаларыңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.